Әділдік іздеймін деп осындай жағдайға душар болдым. Әділдікке жету өте қиын екеніне осы кезде көзім жетті. Ал, жүгірдік, жеңіл жүгіріспен, кеттік. Давай. Ұзба қылықты. Мен ауылда қазақ күресінің жаттықтырушысы болып жұмыс істеп жүрген едім. Кеп қосамыз, кеттік, давай. Сол жылдары ауылдың жағдайы өте қиындап кетіп еді. Аха, тоқтаймыз. Және жүгіреміз, ойнама. Азамат, сені директор деп өт. Қыршын, қазір. Жарайды, жақсы тоқта. Отырамыз. Жабыспашы мына жерге, бәрін былай отырсыңдар, кең. Сиясыңдар ғой бәрін. Тып-тыныш отырыңдар, мен қазір келем, жарай ма? Шуламаймыз. Залды жабуға тура келді. Қалаға көшпеске басқа амал қалмады. Әке, біз енді қалада тұрамыз ба? Жұмыс орындарының бәрінде қысқартулар. Дегенмен де екі қолға бір күрек табылар. Бір азығы жолда деген. Азамат, қашанғы тұрамыз мына кепеде? Алтай болды ғой, тұрақты зарплатаң жоқ. Мына үйдің арендасы бар. Ертең кеп тұрады ана, су, свет, газ бәрін төлеуге. Сен бұл әңгімені неге қайтадан бастап отырсың? А? Бірақ қаланың да жағдайы мәз емес еді. Халықтың бәрі базарда, сауда саттықпен айналысудан басқа жұмыс қалмаған. Мен Ғабит деген саудагердің қолында грузчик болып жұмыс жасадым. Ассалаумалейкум, жігіттер. Уалейкум ассалам. Ассалаумалейкум. Что там, Габа? Жігіттер, Не істедің? жігіттер түсінесіңдер ма, мен Нені? тырысып жатырмын. Неге тырысып жатырсың? Болмай жатыр. Жігіттер, бұл кез... Сізге көмені? Еңдерші жігіттер, мен бала шағам бар ғой, мен... Ёбана в рот, сука! Қойыңдар, жігіттер! Қойыңдар деймін, жігіттер! Жігіттер керек жоқ! Жігіттер қойыңдар! Жігіттер! Бала шағамын қайтып, жігіттер қойыңдар! Блядь, сука, қораға кірдің сен! Ой, бауырым, бекер араластың ау. Олар енді сені жайыңа қоймайды. Сен мен үшін уайымдамай қой. Одан да өзің өміріңді ойла. Бір аптадай жұмысқа келмейсің. Әйтпесе олар қайтадан келуі мүмкін. Түсіндің бе?
Мына қайдан жүр? Тауып алдым. Бірақ маған түкке керек жоқ. Маған да түкке де керек емес. Бұларың қалай бесеуің бір адамға жабылғанда? Вандамна, жүріп кетші бар. Хорошо? Шынымен біреу сабап кетті ме? Оған мотоциклмен бір жігіт келіп көмектесті. Әйтпесе біз оны айырып тастайтын едік, братан. Жейтін таяғыңды жеп келіп, енді неге жақтылып тұрсың? Бәрін жалып жүріп, не ол деп бір адам ұрамадыңдар ма не? Зор төбелес қоям екен не? Кетіндері бар, шіле түсуден. Солыған сәбіздер ма? Короче, ана байкерді табу керек. Сука, бля. Ассаламағалейкум жігіттер. Жарайсыңдар. Жігіт деген мықты болу керек. Сендер Қазақстанның болашағысыңдар. Білесіңдер ме оны? Армандаңдар. Арман деген үлкен болу керек. Қазақты бүкіл әлемге танытам деңдер. Сол арманға бүкіл күш-жігерлеріңді арнаңдар. Естіңдер ме? Қазақтың болашағы сендерсіңдер. Нағыз отбасын, өзінің отанын қорғайтын азамат боласыңдар. Жігерлі болыңдар.
жүгіреміз кет. Бұрын талай жарыстарда бірге болған аға бауырым Жорада қалада күрестен секция ашыпты. Балаларды дұрыс жолға салып, білім беріп, үйретіп жүр екен. Басындағы араласпай қойма болар еді. Бірақ менде амал қалмады. Бірінші рет кеп тиіскен кезде үндемей ақ қойдым. Жарайды, бәлесінен аулақ. Бірақ енді екінші рет кеп тиіскен кезде сөйлесуге тура келді. Бірақ бұлар жай сөз түсінбейтін адамдар сияқты. Сен бекер араласың. Бек деген осы жерге қарайды. Қасында Дони деген иті бар. Қысқасы араласатын адамдар емес. Дони бола ма, басқасы бола ма, маған бәрібір. И вообще Бек деген кім, сука? Саған қарасам, сен де солардың сөзін сөйлейтін адам сияқтысың. Солай ма? Братишка, успокойся. Талай бұқалардың мүйі сұнған. Қатай бермесеші. Мына жігіттерді көрдің бе? Тірі жетімдер. Мен осылар үшін біраз жерге дейін барам. Және осылардың болашағы мен үшін өте маңызды. Олардың темасы маған қызық емес. Азамат деген сен ба? Не болды? Сен зорта өліс қояды дейді ғой. Барайсың ба не? Жай ма, оны неге сұрадың? Жүр, әңгіме бар. Әңгімесің. Жүр. Жүрсейші. Базар әңгіме. Мынаны таныдың ба? Иә, кеше таныстық. Иә. Сен жүзу ма, самбо ма? Күрес. Енді қай түрі? Қазақша күрес. Мен бауырым, мен негізі спорт жақсы көремін, бірақ ешқашан серьезно айналыспаппын. Лучше старенький ТТ, чем дзюдо и карате, не может там со спай. Магазин пустой был. Сен сияқты жігіттер керек бізге. Не болды, настроение жоқ. Нормально. Қазір келем. Не болды, жігіттер, қайда келдік? Не аласың сен оны? Қайда барасың? Қачып қол. Табы өпсің бі, кепішсің, ә? Не болды шакалар құсып жауы? Ол борец қой. Че там, на братишка? Иә, Азамат, атыңа затың сай жігіт сияқтысың. Сен біздің жігіттерге ренжіме. Арасында шашал десең бас алатындары кездеседі. Қысқасы, Азамат, сен бізге тартыл. Қашанғы күрішік болып жүресің.
Мен біреудің нанын тартып жегім келмейді. Бауырым, біз біреудің нанын тартып алып жеп жүрген жоқпыз. Біз өзіміздікін жеп жүрміз, хан емес пе? Мен бас тартатын шығармын. Маған сіздердің өмірлеріңіз қызық емес. Рұқсат болса мен үйіме барайын. Не істеп жүрсің? Жұмыстан келе жатырмын. Сен сағатқа қарадың ба? Түн болды ғой. Енді коллективпен бірге отырып қалдық. Кім мынау сені алып келген? Бастығым. Ол далбоеб біле ма сен күйеуің бар екенін? Енді түннің ішінде жаяу жүрмейтін шығармыз. Көлігі болған соң әкеп тастады. Тоқта. Тоқта деймін саған, оу. Дұрыс жұмысым болмаған соң, әйелімнің алдында да абыройым қалмады. Баламның болашағы не болады, қалай болады деп басым қатты. Қысқасы, ұзақ ойландым. Тони, мен принциптерім осы. Бәрі жігітше болады деп ойлаймын. Красавчик азы. Бәрі жігітше болады. Сені біраз тірліктер күтіп тұр ғой алда, бауырым. Ішті көріп шықтым. Өткенде көрген жігіттердің 3-4-і отыр. Адам көп па? Былай. 2 столик толып отыр. Тогда делайте онда. Кипиш, только без пальмы нахуй. Бүлдір жүрмеңдер бірдеңе. Хорошо. Тілек айтып жүрейін, Азамат. Гаухар, кереметтей сұлу келіншегің бар, Азамат. Екеуің бір жаста қартайындар. Еркөш балаларың өсіп келе жатыр. Соның келешегін ойла, Азамат. Мынандай сұлу келіншегің тұрған кезде әр басқан қадамыңды аңдып басуың керек қой сен. Мөлдір махаббат тілеймін екеуіңе. Бақытты болыңдар. Бақытты болыңдар.
Әдем. Бәрекелді. Алсайшы сіз. Давай. Азамат, қосағың мен қосағар бақытты болыңдар. Бала шағаның рахатын көріңдер. Жизнь одна, любовь одна. За вашу любовь. Базарым! Дани, Ау, братан. Азаматтың қатарға тартылған дұрыс бопты. Бұлайша алғыр жүріп ұқсайды. Сен оған бір-екі тапсырма беріп тексеріп көр. Братан, мен оған тапсырма бердім. Бір-екі тема бердім, көрейік. Білесіз ғой, кейін секіріп кетуі де мүмкін. Қарайық. Бірақ контрольға ал. Сосын, ана Габа коммерсант бар ғой. Соған тимей-ақ қойыңдар. Неге? Тиіспей-ақ қойсын өзі. Иттен бір сүйек қарызға ұқсайды. Жігіттерге де өткендегідей жұлқынып, мазасын алмай-ақ қойсын. Братан, ол кипиш қой. Мен оған айтқам, бір-екі рет кішкене түсіндір десем, сөйтсем перебарщить етіп жіберді, ұрған ба? Түсіндірем мен оған. Давай, түсіндіріп. Басқа тірліктер не болып отыр? Бәрі ровно ма? Тірліктер по путем бәрі жақсы, братан. Уағалейкум ассалам. Короче, мен саған сразу айтып қояйын. Сен кім екенің маған конкретно қызық емес. Түсіндің ғой? Мен Бектің атынан келіп отырмын. Есімім Азамат. Сендердің жігіттерің біздің базарға мұрындарын тығып жүр дей ма? Короче, аулақ жүріңдер. Түсіндің ғой? Мен осы жол нормально сөйлесу үшін келіп отырмын. Келесі жол әңгіме басқаша болады. Ұқтың ғой? Все, түсіндім, братан. Бектің балдары болсаң разговор жоқ. Бірақ... Не, бірақ? Бізге Дони добро беріп қойған. Давай. Братан, өзбектердің братаулары хабарласты жаңа. Біздің территория арқылы порошок таратайық дейді. Менің ойымша, братан, бұл бір жақсы предложение сияқты. Жұмыс жасайық та. Не дейсіз? Шақырайын ба? Алейкум ассалам. Бек ака шу жердеме? Күтіп отыр. Иә, Рахман қалай? Яқшы, салам айтты. Саламат болсын. Сіздің доброңыз келік болып жатыр. Рахман, құрметті жігіт. Бірақ мен территориямда адам улайтын затқа жол жоқ.
Әке, ойланып көрің, яқшы пұл ұстайсыз. Мен не? Түсіндіре алмадым ба? Яқшы. Сен көлікте отыра бер, мен қазір келемін. Соңғы кездері Донидің іс-әрекеттері күмән келтіріп жүр. Бектің қасында қандай мақсатпен жүр? Құдай білсін. Таныс қой, братишка. Дәулетбек. Азамат. Жақында әлемді бағындырды. Менің балақайларым дос тәрбиелейді. Мен мақсат қойып отырмын, өзіңнен асырып түсір деп. Иә. Өзіңде не жаңалық? Что-то настроение жоқ қой. Бәрі нормально. Бекті білесің ғой? Сын қол астында істейтін Дони деген бәле. Бәрін құртып жүр. Өзбекстаннан келіп бір жігіттер Шымкентте оны тақсатып жүр дей ма? Қысқасы соны тоқтату керек. Бек. Родың жігіт еді негізінде. Танимын ғой мен оны. Бірақ қасындағылар бір нәрсені сасып жүреді. Сен ол теманы бізге қалдыр. Братишка екеуміз айналысамыз. Иә. Жақсы. Равшан? Бізге товар керек, көп керек. Бишкектегілерге ход ашылды. Бола ма? Товар келе ма? Без проблем. Lekin Doni, bizlarni akalar передоплата сұрашады. Передоплата. Болады передоплата. Бірінші товар жіберіңдер, сосын мен жіберемін. Жарай ма, сен соларға сөйтіп түсіндіріп айт? Хоп. Түсінәлі? Yaxshi. Аза, сен өзбектердің вопросын менің алмай қой, түсінің ба? Ол менің вопросым, өзім сөйлесіп отырмын. Хорошо. Дони, бірақ сен білесің ғой. Оның бәрі Бектің принциптарына сәйкес келмейді. Бұл менің принциптарым. Сен оның басын қадырмай қой. Сен онда бар, ана верхний базарда біздің нанымызға ортақтасып жүр дейме, біреу жүрсің қарасайшы. Хорошо.
қашып кетем деп ойладыңдар ма, сука? Достық. Достық. Тоқтат, Дәулет. Қайда қашам деп ойладыңдар, а? Бар ағаға. Көке, сендер істеп жүрген тірліктерің мүлдем жарамайды. Шымкентке мұндай зат кірмейтін болсын. Айтып бар көкелеріңе. Түсіндің бе? Бар. Қапчан, тұр. Бұл Шымкенттен кетайық. Олар өлтіріп қояды бізді. Кипиш. Я азық аяқта жүр ана, долбоёб, блядь, а? Я аяқ оратылып, заебал болды ғой, уже, блядь, жолдың бәрін кесті ғой, Мен басында айтқан, братан. Вообще соны тартпай қояқшы деп. Сосын ана, бля, мотоциклист, нахуй, кім ол, а? Блядь, типок какой-то, ана бедолага, сонымен жүрмін, нахуй. Пробивать еттің ба сен оны? Мен өзімді білмеймін, братан, бұл кім екен. Қайдағы жоқ бір одинокий Вандам, біл. Жора, блядь. Не істеп жүргенін кім біледі оның вообще? Мутный тірліктері. Сен ертең ана азанын аяқ қолын сындырып, блядь, инвалид қылып әкелесің маған. Түсіндің ба? Бедолага. Шаршадың ба? Кішкене. Есіңде болсын. Ешқашан шаршадым деп айтпа. Түсіндің бе? Мына жігіттердің өзінше бір рет шаршадым деп айтсаң, бұлар сені осал деп біледі. Ұқтың ғой? Ешқашан есеңді жіберме. Мықты бол. Ер жігіттің астындағы тағын алсаң да басындағы бағын ала алмайсың. Түсіндім әке. Бар қатарға қосын. Жылдам жүгіріспен! Жылдам! Сен туралы әртүрлі алып қашпа әңгімелер кетіп жатыр. Ақшалар орында ма? Конечно, братан. Общак қой ол. Қалай ол? Коммерсанттар не алдың? Коммерсанттарды азыға тапсырдым. Азы бәрін шешем деді, братан. Айтпақшы, өткенде өзбек ағайындан тірілген не істедің? Енді өзбектер, братан, сіздің принципіңізбен жұмыс жасамай жатыр. Қалай сонда? Кішкене
Мынау әңгімелер көп. Тапсырма бердім, шешем, братан. Солай болсын. Сен ертең келіп тиынның есебін бер маған. Болды, братан. Нурик! Братан дегеннен шаршадым. Достойный өмір сүргім келеді. Братан. Нурик! Жігіттердің бәрін шақыр. Жаназасын өзім көтеремін. Түсіндің бе? Жүректен кетті. Тапқа тұрам. Ағайларың сендерге айтары бар. Так, балалар. Мен әрдайым айтамын сендерге. Мақсат деген, арман деген өте жоғары болу керек. Кімнің қандай арманы бар? Мен чемпион болып, олимпиадашын бағындырым келеді. Жарайсың. Мен мықты бизнесмен болғым келеді. Мен президент болғым келеді. Есің кім сен? Әмір. Жарайсың, Әмір. Не үшін боласың президент? Жетім балдарды болдырмас үшін. Жарайсың. Жалғастыра бер. Жігіттер, ағайларың маған әрқашан айтады. Сендерден чемпион керек емес, сендерден адам болғандарың керек деп. Мен де дәл сол сендерге айтам. Адам болыңдар. Арман мақсаттарыңа түзу жетіңдер, жігіттер. Жарай ма? Түзу жолдан таймаңдар. Давай, жалғастырамыз. Дәулет. Бұл батырларға арманды, мақсатты өте жоғары қоюды үйрету керек. Елдің болашағы үшін. Дұрыс айтасыз аға. Сіздің берген тәрбиеңізбен осы балаларды үйретіп жатырмын ма? Гауһар, біз негізі өзіміз түсінбей қалдық. Бүкіл қаланың жігіттері іздеп шықты. Еркош балам, сен барып сабағыңды оқи қойшы. Ертең ерте тұрасың.
Азамат келет деп әлі де үміттенем. Бірақ баламызға обал болды. Әкесін қатты сағынып жүр. Гаухар, сен ойымда ма? Барлығын мен өзім реттеймін, өз қамқорлығыма алам жарайым. Сен еш саспа? Братан. Кибиш. Что-то менің сомнением бар. Ана азам білесің ғой, железный ма, бірдеңе спортсмен. Сол, по-моему, өлді ма, өлмеді ма, соған көз жеткіш. Көз жеткізе берем ба, братан? Бірақ осы біз дұрыс жасадық па екен? Кибиш. Сенде не сомнение бар ма не? А? Мен білесің ғой, до конца барам. Пышақ шығардым ба, сұғуым керек. Сұғылды ма, өлу керек. Түсіндім мен, братан. Түсінсең кетті онда. Анашым, әкем қашан келет? Келет балам. Тезірек келсе екен. Мен оған күшті сыйлығым бар. Алихан, қалайсың? Жақсы ма? Гаухар. Азамат жігіттердің арасында өте беделді, абыройлы жігіт, ол менің досым. Егер оның өзі болғанда, бұл менің ісімді құптайтын еді, сен еш қысылма жарай ма? Мен Азамат үшін, сендер үшін барымды берем. Керек жарақтыларын бәрін айтып тұр, қысылма, бәрін көтерем. Қалайсың, Габа? Не, Габа? Не? Не, Габа? Не, Габа, не болды? Не? Азамат қайда? Мен оны көрмегеніме 2 аптадай болды. Соңғы рет келіп қарыздарын жауап берген тұғын. Сосын тезім қайым жоқ. Сен оны естімеген екенсің ғой. Азаматты Дони пышақтап тастады. Балалардың көзінше. Кім? Дони. Пидорас! Атам мен оны! Атам! Сен өзі адам аты көргесің ба?
Кала. Италиялық мафия Аль Капоне деген мафияны білесің бе? Ол америкалық емес пе еді? Оның шыққан тегі италиялық. Соның мынандай сөзі бар. Біз жауларымызды кешіреміз бе? Тіпті Құдайдың өзі оларды кешіреді екен. Ал біздің мақсатымыз тек қана оны Құдаймен кездестіру. Жалпы мен не айтқанымды түсіндің ғой? Гава, мен саған поддержка беремін. Доннидің көзін құрту керек. Олар қазір келеді. Соны өзім де асыға күтіп отырмын. Оны өлтірмей кетпеймін. Азамат сенің досың болатын. Үнемі сені қорғап жүретін. Соны ұмытпа. Сен өзің ше? Адам өлтіріп көргесің ба? Кел. Қасында шакалдары бар. Бірақ явно Донни өзі қалады. Давай, Гава. Делай. Давай. Донни! Sen ne meni osal деп ойладың ба? Не мені чорт деп ойладың ба? Sen meni eşek деп ойладың ба? Мен бәрін білем. Гава? Чувствую. Давай, делай. Донни! Бір қадам алға басшы, қыншылатып тұрып тастаймын сені. Убери. Сен арамдықпен ақша таптың, арамдықпен адам өлтірдің, арамдықпен біреудің қатынын қойынға бастың. Мен Азан семьясына көмектесіп жатырмын, Гава. Мен сені өлтірмей кетпеймін. Түбіге жетем. Блядь, сука, Гава! Шалам! Гава! Закопай! Гоха! Блядь, Гоха! Гава, мүмкін менімен басқа жаққа барып жатасың, ә? Жоқ, бүгін бір осында реттеп тастайтын шаруаларым болып тұр. Сен Красноярскқа кетсең. Карло сені сағынатын шығар, ә? Мені шын сүйсе күтеді. Бля, Гава, қатырасың ей сен. Да. Хорошо, тогда мен ертең келем. Алып кетем сені, жол ашасың, ә? Кепеш, сойқа қарай что-то аяғын тартпай тұр. Бля, сен, Гава, мен саған қайта айта беруім керек па? А? Бір рет айттым ғой, болды ғой, Гава. Сен тағы да түсінбей тұрсың ба, бұл жақта қалуға болмайды саған. Давай, брат. Не волнуйся, блин, а? Все, мен қазір кішкене асығып тұрмын, Гава. Хорошо? Ертең келем. Давай.
Ай, Гава! Ей, көңілің түсірме! Гаваның көзін құртыңдар. Кейіп ешқайда маған тірде алып келіңдер, түсіндің бе? Болды, Тони. Бля, суталарда. Кейпш, бізбен бірге жүрсе қарсыласпай. Сендер Дони жібердің ба? Дониге айтып көріңдерші, мен таппадым деңдер. Бізге приказ басқаша болған. Ай, бәле. Сука, блядь! Пидорас, нахуй, блядь! Дониге айтпаңдар! Енді мен бұндай тірліктерге араласпайын, нахуй! Пидорасдар, блядь! Балақтағы бит басқа шығай деген екен, нахуй, блядь! Сука, нахуй, блядь! Пидорас! Жаным Алланыкі болған соң көрер күнім бар екен. Ойлағанымда айдай келген екен. Дони, біраз адамның тағдырын ойрандаған екенсің. Давай, кипиш. Аза. Тұра тұршы. Әңгіме бар сенде. Не болды? Білем, сен маған сенбейсің. Бірақ мен давно бәрін түсіндім. Гаванда не үшін өліп кеткен білесің. Дони саған кезінде қиянат жасады. Ал қазір әйеліңе қиянат жасап жүр. В смысле? Қандай қиянат? Сен бір нәрсе білесің бе? Айтсайшы, заебал, бір нәрсе білесің ба, білмейсің ба? Чё за хуйня, блядь, сука, нахуй? Гохар, сен ойымдама жүрдің бе? Бәрі жақсы болады. Мен өзім қамқор болып жарай ма? Мой! Сука, блядь!
Сен шпаға төбен қалмады ғой, сука, Да нахуй! Блядь! Сука! Бәрі үшін жауап бересің, сука! Ұқтың ба? Мынау саған гауши, блядь! Ты сука! Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Қалайсың? Не болды? Қиын жағдай, Жора. Сен білесің ғой не болғанын. В общем, Алматыға кету керек. Білмеймін қанша уақытқа, бірақ келем ғой әйтеуір. Братан, мен саған баламды тастап кетейінші. Басқа менде сенетін адамым жоқ. Түсінші, өзің жігітше тәрбиелеп, ақылыңды айтарсың. Тағы не бүлдірмекшін? Ақша керек па? Қанша керек? Айтсаңшы. Түсінем, анамна спортзалға керек болады. Сенің ақшаң керек емес маған. Сен менің ақшамды сасық деген кеп тұр ғой, Адам сасыса да ақша сасымайды ғой, братан. Азамат, ол сенің түсіндігің. Мен принципім басқа. Сен білесің ғой, балдарды мен қандай мақсатта тәрбиелеп отқанымды. Баланың тәрбиесінде ешқашан арам ақшаны жақындатуға болмайды. Керек емес сенің ақшаң. Братан, көмегіңді аямашы. Аман бол. Айналамда сенім білдіре алатындардың ішінде Жора ғана қалды. Жанымды шүбірекке түйіп, баламды аманат еттім. Алла қолдаушың болсын, Жора. Жақсы болам. Жақсы жеттім. Таңғы рейспен ертең Шымкентте болам. Әділдік бәрін жеңеді. Осы есіңде болсын.